Бұл жігіт жақында өзінің өлетінін біледі. Сондықтан ол бар жиған терген қолма-қол ақшасын келесі рет қайта тірілгенше сақтап қою үшін арнайы сақтау камерасына өткізеді. Көп ұзамай оны біреу өлтіріп кетеді. Ол есін жиғанда өзінің сәбиге айналғанын түсінді. Ол іштей қатты киініп балағаттай бастайды. Себебі сақтау камерасындағы ақшасы небәрі 4 күн ғана қорғауда тұрады. Демек ол ақшаны жақында біреу иемденіп кетпек. Осыны ойлаған Идже еңіреп жылай жөнеледі. Ол жарты сағат бойы тоқтамай жылағанда ғана анасы ақыры оған назар аударды. Анасы оны тез арада қолына алып, айналасындағы адамдардан кешірім сұрайды. Иджені көлікке отырғызған соң, ол анасының жүзін анық көрді. Бірақ анасы көлікке отыра салысымен оған айқайлай бастайды. Әбден қажып, жүйкесі жұқарған әйелдің ашуынан Идже абдырап қалды. Үйге келгенде анасы оның нәзік сәби екеніне қарамастан диванға лақтыра салады. Содан соң күйеуіне баланы тамақтандыруды бұйырады. Әкесінің мейірімді іс-әрекетін көрген Идже сәл де болса жеңілдеп қалады. Көңілінде бұл үйде маған дұрыс қарайтын бір адам бар екен-ау деген ой ұялады. Ол әкесіне мына әйелін жынды деп айтқысы келеді, бірақ тілі шықпағандықтан үндей алмады. Негізінде бұл ерлі зайыптының екеуі де бұрын балаларға қатыгездік көрсеткен екен. Дәл осы сәтте есік қоңырауы соғылады. Келгендер полиция қызметкерлері. Ерлі зайыптылар үй ішін дереу жинастырып, есікті ашуға барады. Өзін таныстырған ер адам балалардың құқығын қорғау қызметінің маманы болып шығады. Тексеруші қабырғадағы отбасылық суреттерге қарап, бұл жұпты балаға қатыгездік жасайды деп ойламайды. Сәбидің денесінен ешқандай жарақат таппаған инспекторлар кешірім сұрап үйден шығып кетеді. Тәртіп сақшыларының назарын аудару үшін Идже барынша шыңғырып жылады. Бірақ полиция кетіп қалады. Ол түміліп кеткен сәтте анасы бүкіл ашу ызасын содан ала бастады. Дораманың атауы «Игра смерти».